Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазақша фудблогты қолдап, менің әр салған видеоларыма лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін ораза айының 27 күні, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Аузашардың бүгінгі менюінде өзбек халқының тағамы дымляма жасаймын. Ең алдымен етті ірілеп, турап алып, салқын суға жуып, майға қуырып аламыз. Үстіне ірілеп туралған пиязды салып қуырамыз. 5-10 минуттай орташа отта қуырып аламыз. Келесі кезекте көкөністерді тураймыз. Сәбізді де ірі қылып турап аламыз. Картопты ортасынан екіге бөлеміз. Капустаны да бөліп алып, арасынан осылай бір-бірлеп ашып қоямыз. Бөлек ыдысымызға май құйып, жаңағы бөлінген картопты қызартып, екі жағын аударып, қуырып аламыз. Еттің үстіне сәл ғана су құямыз. Тоз, бұрыш, паприка, лавр жапырағын саламыз. Одан кейін сәбізді, картопты салып, бетіне капустамен жауып, қақпағын жауып, 1 сағат 15 минутта орташа отта бұқтырамыз. Міне, тағамымыз дайын болды. Сіздер бұл тағамды қалай жасайсыздар, жаза отырыңыздар. Ыдысымыздың шетіне капустаны салып, ортасына картопты салып, қалғанын ыдысымызға аударып аламыз. Бетіне көк пияз бен укропты сеуіп, дастарханға ұсынамыз. Міне, осымен аузашарға дайындаған тағам дайын болды. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, кері байланыс білдіріп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.